Сәлем, құрметті оқушылар, бүгінгі түлектер, бүгінгі ұбт қарқынды басталды. Енді бүгінгі ұбт-ның 2019 жылғы нағыз жаздық ұбт бұл алдыңғы ұбт-лардан өзгешелік деп айтса болады. Неге өйткені бұл ұбт-да грант таратылады. Сондықтан да кішкене ғана база өзгертілді. Алдындағы шығарып жүрген есептердің тура сол есептер, бірақ кішкене ғана өзгеріп келген есептер. Менің алдында да солай айтқан оқушыларыма тура сол келіпті. Бірақ арасында 2-3 жаңа есеп бар. Оны да шығаруға болады, қиын емес. Алдыңғы қолданған тәсілдерімізді қолданамыз. Енді маған қатыспаған оқушылар да бұл жерде отыр. Білем, бұл ұбт Глобус парақшасының оқырмандарына арналып жасалып отырған видео. Менің өзімнің есімім Асқарұлы Әбдімұхамед, былтыр тапсырғанмын. Қазір осы математикадан және математика сауаттылықтан сабақ беріп жүрмін. Онлайн түрде және офлайн түрде де сабақ беремін. Өзім Алматы қаласы Қазгу Қазақ ұлттық университетінің студентімін. Енді бүгінгі сіздермен жүздесіп отқандағы айтайын дегенім, осы бүгін келген бір нұсқаны алып талдаймыз 27-ін. Сол жерден өздеріңізге пайда аласыздар. Ертеңнің ары күні тапсыратындар. Бүгін 20 маусым сағат 7-тен 17 кетті. Кеш болып қалды уже. Қазір көріп алыңыздар. Одан кейін ертең тура осындай есептер келсе шығара саласыздар. Ендеше барлықтарыңызға сәттілік, жақсылап көріп, хайырлы білім аласыздар деген үміттеміз. Мен есептерімді қоса берейін. Бірінші есеп, математикалық сауаттылық. Айтпақшы, бұл Глобус ВК группасының атынан жасалып отқан видео. Сол парақшаның оқырмандарына жасалып отқан видео. Енді мына бірінші есепті тен бастап 20 есепті қазір толық талдаймыз. Бірінші есеп, заңдылық танытып белгісіз x санын табыңыз дейді. Мына жерде не істейміз? Қараңдар, ойланамыз. 3-ке 8-ді көбейтсек 24, 24-ті 6-ға бөлсек 4. Міне, мына жерде де 4-ті 15-ке көбейттің, 60, 60-ті 5-ке бөлің 12. Енді мына жақта 11-ге 8-ді көбейтеміз, соны 22-ке бөлеміз. 11 көбейтілген 8 бөлінген 22. 22 мен 11 қысқарасасын 2, 8-ді 2-ке бөлсек 4 шығады. Д нұсқасы бірден шығартсақ түсінікті. Осындай көбейту, бөлу, дәреже деген сияқты, алу деген сияқты көресіңдер. Енді мына жерде мен сендерге бірден айта салдым. Ертең кеп жатса мына есеп бірден шығара саласыңдар. Бірақ 4 деп жаттап алудың қажеті жоқ, өйткені ұлт тестілеу орталығы ақымақ емес. Ол жақта кадрлар жеткілікті, адамдар жеткілікті. Сондықтан есептерді 5-6 оқып жасауы да әбден мүмкін. Мен болсам солай жасаушы едім. Енді екінші есеп, 8-ге еселі сандар қатарын табыңыз дейді. 8-ге еселі сандар 48, 40, 32, 24 деген келеді. Мынау А нұсқасы. Мына жақта неге кемейді? 24, 36, 8-ге бөлінбейді. Кемейді. Неде 40 бөлінсе 46 бөлінбейді енді. 48, 80 бөлінсе де мына жақта 48 бөлінеді, 36 бөлінбейді. Сонда А нұсқасы 24-ті бөлсе 3 шығады, 32-ні бөлсе 4 шығады, 40-ті бөлсе 5 шығады, 48-ді бөлсе 6 шығады. Бұны білесіңдер, оңай, екі есеп оңай екен, шығарып тастадық, тарсыладық. Енді кітаптың бір бөлімі 246 беттен басталып, осы санның цифрлары кері ретпен жазылған беттен аяқталады. Бұл бөлім неше беттен тұратынын анықтаңыз. Мынаны көп адамдар, даже мұғалімдердің өздері қателескен мынау есептен. Неге десе, мен постоянно айтамын. Мысалы, жарыс, секундомерін қойып алайын уақытпен санасайық. Жарыс мысалы 12-сі мен 15-сі күні өтеді десе, сендер қанша күн өтеді деп ойлайсыңдар? 3 күн өтеді деп ойлайды. Неге? Өйткені 15-тен 12-ні азайтады да 3 күн дей салады. Жоқ, 12-сі бар, 13-і бар, 14-і бар, 15-і. 4 күн өтпей ма? Сонда заңдылық қандай? 15-тен 12-ні азайттың, 1-ді қостың. Тура сол сияқты. Мына жерде бір бөлімі 246-шы бөлімнен басталады дейді. Тарау ғой бұл енді, беттен басталады. Осы санның цифрлары кері ретпен жазылған беттен аяқталады. 642-ге аяқталады. Значит, мен 642-ден 246-ны азайтып 1-ді қосуым керек. Неге? Өйткені ол 246-да бір бет болып саналып тұр. 642-де бір бет болып саналып тұр. Бұл бөлім неше беттен тұратынын анықтаңыз дейді. 642-ден 246-ны азайтам және 1-ді қосам, е. Енді 12-ден 6-ны азайтқан кезде 6, 13-тен 4-ті азайтқан кезде 9, 5-тен 2, 396 және 1-ді қосам 397 болады. 396-ды белгілемейміз мына жерге. Әдейілеп сын нұсқасына 396 деп қойып қойған. Оған алданбаймыз. Түсінікті ғой оқушылар, е. 12 мен 15 аралығы десе, бізде 4 күн ол, 4 күн. 3 емес, 4 күн. Келесі 5А сыныбындағы 10 оқушы бақылау жұмысын орындау барысында мынандай балдан жинады. Осы сандардың медианасын таптыңыз. Медиана деген менің өзімнің YouTube каналымда, даму математика деген YouTube каналымда айтып өткем. Осы медиананы тоқталып бір видео түсіргем. Енді бұл медиана деген бізде бірінші кезекте өсу ретімен жазамыз сандарды. Екінші кезекте соның центрында тұрған санды, егер де біздің сандарымыздың
саны тақ болса, онда центрында бір ғана сан болады, келісесіңдер ма? Ал егер де жұп болса, центрында 2 сан болады. Мысалы 6 сан болса, центрында 2 сан болады. 2 сан болған кезде сол 2 сан қосып 2-ге бөле саламыз, яғни арифметикалық ортасын табамыз, арифметикалық орта немесе мынау жұп үшін, мынау тақ үшін бізде центрындағы сан, центр. Қиын емес. Қараңдар енді, мына жерде қанша сан? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сан екен, яғни ол жұп, жұп сан. Жұп сан бар екен бізде, 10 сан. Енді оның центрында 2 сан болады. Бірінші біз өз суретімен жазайық. Ең кішісі қайсысы? 7. 7-тен кейін 8 бар, 8-дер 2 екен, көріп тұрсыңдар. 5 бар екен. 5, 7, 8, 8, 9-дар 2, 9, 9. Одан кейін қайсысы? 10 бар ма? 10 жоқ, 11 жоқ, 12 бар екен, 12 біреу ақ. Одан кейін 13. Одан кейін бізде 13 екеу екен. 14. Одан кейін болған сияқты санайық енді. Қараңдар. 10 сан ба? Енді аяқта да 10 сан болыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Енді қараңдар. Центрындағы 2 санында 9-дар міне. Мына 4 сан аяққа кетті, 4 сан аяққа кетті. Центрында 2 сан тұр. Екеуін қосып 2-ге бөлсек те сол 9-дың өзі шығады. Сонда біздің медианамыз 9 шығады екен, Д нұсқасы. 4 есепті әнімін дегенше талдап тастады. Оңай, қиын емес қой. Студент 120 емтихан сұрақтарының 80 сұрағына дайындалды дейді. Егер әр билетте бір сұрақ болса, қараңдар, әр билетте бір сұрақ. Ол 80 сұраққа дайындалған. Значит, 80 билетке дайындалған, түсініп отырамыз осыны оқып отырып. Емтиханда студент билеттің жауабын білмейтін, билетті алу ықтималдығын табыңыз. Жауабын білмейді. Ол қаншасын жауабын білмейді? 40 сұрақтың жауабын білмейді. Келісесіздер ма? 40 билеттің сұрақ, екеуі разница жоқ болып отыр. Сонда бізде барлығы 120, бізге керектісі ықтималдылықтың формуласы бойынша П, бұны білетін жасындар енді. 10 класстар қарап отырса, сендерге привет, молодец, осы қазірден дайындалыңдар. Сендерге айтып өтейін, ықтималдылық неға бүкілін жазамыз, бүкіл жағдайларды. Мына жаққа тек қана бізге керегі. Біздің есепте айтылып тұрғаны. Біздің есепте айтылып тұр, билет жауабын білмейтін билетті алу. Жауабын білмейді, ол қаншасының 40-ын жауабын білмейді. Неға 40 дейміз. Егер жауабын білетін десе 80 дейміз. Өйткені ол 80 сұрақтың жауабын біледі. Түсінікті ме? Мынау жауабын білмейтін дегенге қараймыз. Мына жақта мынау кілт сөз. Енді мына 0 мен 0 қысқарсын, 3-ге қысқарады, сол кезде 4-тен 1. Өтірік айтам, 3-тен 1 дегенім. 4-ге қысқарады, сол кезде 3-тен 1 болады. Е нұсқасы. Ықтималдылыққа байланысты есептер келеді деп айтқам, сол есептер. Баяғы сол 2017-2018 жылғы есептер әлі солар келіп жүр. Просто мен сәл-сәл өзгеріп көрдім. Емтихан сұрақтары деген, анау мынау деген сияқты өстіп келе береді. Бірақ бір нәрсе, барлығын айтқысы келген бір нәрсе. Оқушылардың 60% географияны, 30% физиканы, 10% химияны таңдап, түстен кейін сәйкес қосымша сабақтарға қатысады. Сол уақыттардың кез келген сәтінде олардың физика немесе химиядан қосымша сабақтарда отыру ықтималдығын табыңыз. Не дейді? Химия мен физикада отыру. Барлығы 100%. Келісесіңдер ме? Барлығы 100%. Бізге керектісі химия мен физикада отыру деді ма? Сол химия мен физика керек. Енді химия мен физика бізде физика 30%, химия 10%, екеуін қосамыз 40%. 40 деймін, 0 мен 0 қысқарсын, пайызын жазсақ та болады, жазбасақ та болады. 10-нан 4, 0,10-нан 4. 5-тен 2 деген жауап болса да белгілейміз. Мына Д нұсқасында тұр екен 0,14. Қараңдар, мына жерде маңызды нәрсе отыру, отырмау. Егер де қараңдар, физика немесе химиядан қосымша сабақтарда отырмау ықтималдылығын тап десе, сен неде отыру ықтималдығын табасың? Ол кезде сен географияда отыру ықтималдығын табасың. Келісесің ба? Сен физикада, химияда отырмасаң, қайда отырасың? Географияда отырасың. Сонда 100-ден 60 деп белгілейтін ек. 100-ден 60 0,16 деп белгілейтін ек, ол С нұсқасында тұр. Оны бірақ белгілемейміз. Мына жақта отырмау деген сөз болса, ма деп мына қосып жіберсе, онда есептің табиғаты өзгереді. Түсінікті? Түбірасында 31 саны 2 натурал санның арасында орналасқан болса, осы 2 натурал санның, натурал санның көбейтіндісін табыңыз дейді. Қараңдар, бір түбірасынан қаншадан 1 шығады? 1-ден. Ол 1-ге тең, Түбірасындағы 3 қаншадан шығады? Түбірасындағы 9-дан, осылай кете береміз. 5 түбірасындағы 25-тен шығады. Келісесіңдер ме? 6 түбірасындағы 36-тан шығады. Енді қараңдар, түбірасындағы 31 деген түбірасындағы 25 пен түбірасындағы 36-ның арасында тұр. Түбірасындағы 31, түбірасындағы 36-ның арасында тұр. Мынау бізде 5, мынау бізде 6. Түбірасында 31 деген 5 бүтін бір нәрсе деген сөз. Енді бізге не дейді? Осы 2 натурал санның арасында орналасқан, яғни 5 пен 6-ның, осы 2 натурал санның көбейтіндісін табыңыз. 5 пен 6-ны көбейтеміз, 30. Бұл нұсқасы. Түсінікті, яғни осы
қарай саласыңдар. Түбірасындағы 97 десе мысалы, сен түбірасында 9-дан қанша шығушы еді? 81. Түбірасында 10-нан 100 шығушы еді. Значит, сен 9 бен 10 даласында көбейтіп 90 деп жазасың. Ол басқа есебі уже, түсінікті? Осылай есептерді өзгерте береді. Ертең сондай есеп келсе таңғалмаңдар. Келесі. Оқушылар бір-бірімен қол алысып сәлемдесе де, егер барлығы 66 қол алысу болса, онда барлығы неше оқушы болған табыңыз. Алдындағы есепті айналдырып берген. Бізде келіп жүрді ғой есеп. 7 адам шахмат ойнатса қанша партия болады? 13 адам 9 құмалақ ойнаса қанша партия болады, немесе тағы сондай келді ғой. 8 адам қол алысты, қанша барлығы амандасу болып деген сияқты. Бізге амандасу сұрады ол кезде. Адам саны белгілетін. Қазір мына жерде амандасу белгілі, адам саны белгісіз. Не істейміз? Мына жерде соған кері амал жасаймыз. Ол кезде не істейтін едік? N көбейтілген n-1 дейтініміз. N деген адамның саны, бізге барлығы неше оқушы дейді. Адамның саны сұрап жатыр, n-ді сұрап жатыр. Осыны 2-ге бөлетінбіз, соны 66 деп жазатынбыз. Яғни біз мысалы 13 адам қол алысты десе, 13 көбейтілген 12 бөлінген 2 деп осылай табатынбыз. Біз оны табу керек емес. Жерде 66 деп беріп қойған. Сәлемдесулердің санын. Енді бізге мына n табу керек. Адамдардың санын тап деп тұр. Енді не істейміз? Мына жерде n-1, 2-ні былай көбейтіп жіберсек 132 шығады. 66 көбейтілген 2 132. Енді мен мына жерде сендерге квадраттық теңдеу шешіп отыр демеймін. Көбісін гуманитар шығарсыңдар, оны білмейсіңдер. Мына жерде не істейміз? 16, 15, 13, 14, 12 дегендерді қойып көре саламыз. 15-ті қойып көрсек, 15 көбейтілген 14 132 шыға ма? Жоқ, 4 пен 5-ті көбейтсе 20 0-ге айналып кететін, яқта 2 шығу керек. Сол жағынан қарайсаңдар да болады. В нұсқасын сызып тастадым. 16 көбейтілген 15 келе ма? 6 мен 5-ті көбейтсе 30 0 келмей қалады. Жоқ, қате. А нұсқасын сызып тастаймын. С нұсқасы 13 көбейтілген 12 келе ма? 132-ге тең ба? Так, 132-ге тең емесе, 3 пен 2-ні көбейтсе 6 шығып кетеді. 13-те тең емес екен. 14-ті көрем. 14 көбейтілген 13 деймін. Барлығына n-ге көріп атырым да, көрдіңдер ма? N-ді мен 14 деп алдым, бірінші 15, 16, 13 деп көріп атырым. Сол n-нің орнына мен қойдым сол санды. 15-ті қойсам, 15 көбейтілген n-1, яғни 14 деп мына жақта тексеріп атырым. Түсініп отырсыңдар ғой жалпы. Кері байланыс болмаған соң осылай түсіндіруге тура келеді. Енді 14 көбейтілген 13 бізде 132-ге тең ба? 4 жердегі 3 12 келеді. 14 13 келетін сияқты. 14 13 так. Мына жақта 2 1 ойда 3 4 4 мына жақта 1 182 қаяқтың келген келмейді екен, Так, келмейді. 14 12-ні көрейік. 12 көбейтілген 11 тең 132-ге. Мынау келеді. Мынау келеді. 132 шығады. 12-ні былай көбейтсеңдер болады, қараңдар. 11-ді 10 плюс 1 деп жазсам, 12-ні 10-ға көбейтсе 120, 12-ні 1-ге көбейтсе 12, 120-ға 12-ні қосса 132. Сонда е нұсқасы 12 деген жауапты белгілейді екенбіз. Жауап е нұсқасы. Түсінікті ғой балалар, қалай келетін есептің. Қоймада сыйымдылығы 10 литр және 17 литр бөшкелерде 223 литр май сақтаулы. Май құйылған 17 литрлік неше бөшке бар дейді. Қараңдар, мынау алдында келіп жүрген анау қайық деген есепті білесіңдер, қайықтағы орындықтар саны деген. Сол есепті кішкене айналдырып берген, бөшке қылып, бір нәрсе қылып. Сол есеп. Просто соны кішкене шарт өзгерген мына жақта. Қалай өзгерген? Қараңдар, сыйымдылығы 10 литр, 10 көбейтілген n дейін, плюс 17 литр m дейін. M деген не? Ол 17 литрлік бөшкелердің саны. N деген 10 литрлік бөшкелердің саны. Сонда барлығы 223 литр май екен. Май құйылған 17 литрлік неше бөшке бар дейді. 17 литрлік. Яғни m тап деп атар. Енді қараңдар, бізде ол кезде мысалы 3 орынды 4 орынды қайықтар бар, және сол 3 орынды 4 орынды қайықтардың санын берген. Мына жақта бізге бөшкелердің санын берген жоқ. Сол үшін мына есеп тіпті қиындап кетеді, біз мына жауап нұсқасымен тексермесек. Жауап нұсқасымен тексеру керек, Мына е нұсқасында 10 деген жауап тұр. Сендерге көрінбейді. Мына жақта е нұсқасында 10, 9, 8, 16, 17 деген жауаптар тұр. Енді қараңдар. Біздің m-іміз, яғни 17 литрлік бөшкелердің саны 10 болса, онда 10 көбейтілген 17 170 литр майымыз бізде 17 литрлік бөшкелерге құйылды. Енді қалғаны барлығы 223 болса, 170-і 17 литрлік бөшкелерге құйылса, қалған қанша қалады? 53 литрлығы 53 литрі 10 литрлік бөшкелерге құйыла ала ма? Құйыла алмайды. Түсінікті? Бұл жерде артылып қалады. Бұл жерде полный шығу керек та. 10 литр ма? Болды. Ана бөшке полный тұру керек. Түсінікті ма? Бөшкеге біз 3 литр құйып қоя алмаймыз, мына жақта 6 бөшкеге. Сонда е нұсқасын тастаймыз. Д нұсқасы 9 дейді. 9 көбейтілген 17, 17 көбейтілген 9 тең 223. Мына жақта 10 көбейтілген қанша болады сонда? Так, 17-ге 9-ды көбейтсек, 90, 90-ға қосамыз 63-ті 153. 223. 223-тен 153 азайтып тастасақ,
Так, 223-тен 153-ті азайтып тастасақ 70 шыға ма? 70 шығады. 10 n-іміз тең 70-ке. Сонда мынау кеп тұр, көрдіңдер ма? 10 n тең 70 деп. n тең 70, n тең 7 енді. Сонда біздің 10 литрлік бөшкелерге құйылғаны 7 екен. Ал 17 литрлік бөшкелерге құйылғаны бізде мына жақта 9 екен. 9 деген жауап тексердім, сол дұрыс келді. Мына жақта 10 шығып 70-ке 10 бөлінді, солай әдемі келсе, онда сол жауап белгілейміз. Сонда біздің m-іміз 9-ға тең, жауапты 9 деген д нұсқасын белгілейміз. Енді мына жақта 9 қосу 7, барлығы 16 бөшке бар, иә? Сол 16 бөшке бар деп бізге бермеген шарт жеткіліксіз негізі. Бірақ жауап нұсқасымен тексеруге болады. Нерде бас түсінетін бір теория бар. Ол не? Ана бөшкелеріміз бізде толық құйылу керек, түсінікті ме? 10 литрлік бөшке ма, ол толық құйылып тұру керек. Жартылай құюға, оны 3 литр құюға өйтіп мазаламаңдар ол бөшкелерді деген сияқты ғой. Сол теория ғана, басқа дым жоқ болды. Так, келесі 10 есеп, қосындының мәнін табыңыз. Мына есеп қиын енді. Қиын болғанда, қиын емес, қараңдар, қиын емес жолын айтам сендерге, бірақ негізі өздерің қиын қылып аласыңдар, қиын емес жолдары бар есептердің. Мына есепті көбі шатасқан шығар. Өйткені мына жерде есептей алмайсың логикаға салып. Мынаны жазу керек. Мына жерде 1-ге 2-ні көбейтсе 2 болады, 2-ден 1. 2-ден 1 деген 1-ден 2-ден 1-ді азайтқанға тең. Келісесіңдер ма? Плюс мынаны жақша алып қойық. Енді мынау 2-ге 3-ті көбейтсе 6, 6-тан 1. 6-тан 1 деген 2-ден 1-ден 3-ден 1-ді азайтқанға тең. Келісесіңдер ма? 2-ден 1-ден 3-ден 1-ді азайтса, ортақ бөлім 6-тан беріледі. 6-ны 2-ге бөлсе, мына 3 беріледі, мына 2 беріледі. Сонда 3-тен 2-ні азайтса 1 қалады, 6-тан 1 болады. Мынау 6-тан 1-ге тең. Соны жаздым. Мына жердегі ол 3 көбейтілген 4 деген 12-ден 1. Яғни 3-ден 1-ден 4-ден 1-ді азайтып тастаса да 12-ден 1 шығады. 4-ден 1-ді. Енді осылай кете береді. 99 көбейтілген 100-ден 1 дейді. Енді қараңдар, мына жақта қысқаратындар кімдер? Қызылмен әдемілеп көрсетейінші сендерге. Мына жақта 2-ден 1 мен 2-ден 1, 3-ден 1 мен 3-ден 1, 4-ден 1 мен мына жақта 4-ден 1 шығады қазір. Мына жақта 4-ден 1 мен арасында 4-ден 1, 4 көбейтілген 5, осындай 1 дегені бар. Түсінікті ма? Мына жақта. Көп нүкте деген сол жалғасып кете береді да, яғни 2 көбейтілген 3, 3 көбейтілген 4, 4 көбейтілген 5, 5 көбейтілген 6, 6 көбейтілген 7 деп сөйтіп жалғасып кете береді, 99 көбейтілген 100-ге дейін барады екен. Енді сол жердегі 4-ден 1 қысқарады. Яғни не көріп отырық? Мына жақшаның оң жағындағысы мен мына жақшаның сол жағындағысы екеуі қысқарып отыр, пырт етіп. Енді мына жақта 99-дан 1 минус 100-дан 1 деген шығады мынау бізде. Міне мынау. Сол бізде қысқаратын кім? 99-дан 1 алдындағысымен қысқарады. Түсінікті? Жақшаның сол жағындағысы бізде қысқарып жатыр, ол екінші сан болғандықтан. Бірінші сан ғана қысқармайды. Бірінші жазғанымыз бар ғой мына жақта. Так, ручкаға ауыстырайық. Мына жақтан жасылмен жазғым келіп тұр. Бір жаздық қой, сол қысқармайды. Қалғандарын бәрі мына бір-бірімен қысқарып кетіп жатыр. Сол 99-дан 1, мына жақта 99-дан 1 деген болады. Минус бір нәрсе деп. Сонымен қысқарады мынау. Сонда 100-ден 1 деген қалады. Сонда мына жақтың бәрі қысқарып кетті, сонда барлығы қысқарып кетті. Сонда 1-ден азайтамыз 100-ден 1-ді. Тең 100-ден 99. Мына жаққа 100 бердік, 100 минус 1, 99. Жауап 100-ден 99. А нұсқасы. Оқушылар білемін, бұл қиын сияқты көрінеді, бірақ кішкене ойланып көріңдерші, өздерің кішкене ойлаңдар, заңдылықты байқаңдар. Мына жақта 2-ден 1 мен 2-ден 1, 3-ден 1 мен 3-ден 1, 4-ден 1 мен 4-ден 1, 5-ден 1 мен 5-ден 1 деп қысқара береді. Соңында 99-дан 1 мен 99-дан 1 қысқарады. Сол кезде 100-ден 1-дің өзі қалады. Мына жақта 1 қалды, мына жақта 100-ден 1 қалды. 1-ден 100-ден 1-ні азайтып тастасаң 100-ден 99 қалады. А нұсқасы. Так, келесі суретте көрсетілген так. Мына жақтан қара түс таңдап алайықшы. Жоқ, қызыл түс керек маған. Суретте көрсетілген график бойынша велосипедшінің мына жақта 3 деп тұр. 3 сағатта жүрген жолын табыңыз. 3 сағатта міне Т деген X өсі, Y өсі бізде километр жолды береді. Енді мынау 3 дегеніміз мына жақта тұр, төбеге жүреміз бүйтіп. Міне 3-ке бардық, 3-тің жартысына бардық, 3-тің жартысынан асып кеттік міне. Осыны қиылысу үшін. Яғни 3-тің жартысынан да көп екен, 37,5 болады сонда. Е нұсқасы. Осылай көре салуға болады. Көздің несімен көре саласыңдар ғой? Көздің өлшемімен көрінер ма мына жақта? Жартысынан көп, жартысынан даже 2, жартысының жартысы болып тұр ғой төбесіндегі. Түсінікті ма? Бұл 35,5 бола алмайды, мына жауап бола алмайды. 30 мүлде бола алмайды, 30 деген мына жақта тұр. 31 деген келмейді, 32,5 келмейді. Түсінікті? Мына жақта 40-қа жақындау керек қой, 40-қа жақындайды. Жартысы, одан кейін тағы жартысы. Яғни 37,5, мына жақта 5 жүреді, одан тағы 2,5 жүреді, сол кезде 37,5.
В общем, 11 бізде D E нұсқасы. Келесі, 12-ші есеп. Мына сәл бұлдырлап түскен. Оқып берем. Суретте велосипедшінің қозғалыс графигі көрсетілген. График бойынша велосипедші қанша сағат демалғанын анықтаңыз. Демалса, ол график түзу кетеді. Ана өлген кезде адам жүрек тоқтайды ғой, демалады, сол кезде түзу кетеді. Сол сияқты түзу кетеді мына. Міне, мынау бізде түзу кеткен жері мына 2 мен 3-тің арасында. Сағат деп тұрған шығар мына. 2 мен 3-тің арасы ол 1 сағат. 1 сағат мына жақта E нұсқасына білмеймін. Главный жауап 1 сағат. Түсінікті ма? Келесі, диаграммада математика пәнінен өткен сайысқа қатысқан 5 оқушының дұрыс орындаған есептер саны көрсетілген. Сайыста барлығы 10 тапсырма болған және мүлдем шығарылмай қалған есеп жоқ дейді. Сайыста барлығы 10 тапсырма берген, задача. Тапсырма берген, мүлдем шығарылмай қалған есеп жоқ. Ең кем дегенде неше тапсырманың барлық оқушы дұрыс орындаған табыңыз дейді. Ең кем дегенде неше тапсырманы барлық оқушы дұрыс орындаған табыңыз дейді. Так. Так. Берілген дұрыстап түсіну керек. Сайыста барлығы 10 тапсырма болған және мүлдем шығарылмай қалған есептер жоқ. Ең кем дегенде неше тапсырманы барлық оқушы дұрыс орындаған табыңыз дейді. Мына жерде былай ұлттық тестілеу орталығының адамдарына құлағына алтын сырға, текстте қате бар. Не деп жазу керек еді? Ең кем орындаған оқушының орындаған тапсырмалары деп айту керек. Ең аз балл алған оқушының орындаған тапсырмалар саны деп. Ең кем дегенде дейді, неше тапсырманы барлық оқушы дұрыс орындаған дейді. Мына бірақ оқушы дұрыс орындаған ғой, ең кем дегенде неше тапсырманы барлық оқушы. Мынау қате, бірақ түсінуге болады. Ең кем дегенде мынау Шыңғыс кем орындаған, ең аз баллды Шыңғыс алған, сол бізде 7 тапсырма орындапты. Соны сұрап тұр бізден, А нұсқасы. Тек нерде ұлттық тестілеу орталығының адамдар сәл мынаны орысшадан аударды ма білмеймін ғой. Мынаяқтан қате кеткен сияқты. Так, 14. Кестеде А, Б, С, Д, Е маған назар аударайық, қараңдар. Қазір әдемілеп түсіндіремін мына есепті. Көп түсінбей жүр. Барлығы жіберіп жатыр, мынау қалай деп. Қараңдар. Кестеде А, Б, С, Д, Е және F ауылдарының арасындағы жолдардың ұзындықтары километр есебімен көрсетілген. А ауылынан F ауылына қанша түрлі жолмен бір ауылдан бір рет өту қажет дейді. Баруға болатын табыңыз дейді. Қанша түрлі жолмен бір ауылдан бір рет өту қажет, баруға болатын табыңыз дейді. Қараңдар. Бізде бұл ауылдар бір жолдың бойында тұрған жоқ. Былай елестетеміз. Мынау А ауылы болсын. Одан кейін Б ауылы болсын мына жақта. Одан кейін С ауылы болсын, мына жақта болсын, Одан кейін Д ауылы болсын. Одан кейін Е ауылы болсын, міне Е ауылы. Одан кейін мына жақта F ауылы болсын. Түсінікті? Осылай суретін сақ қойдым. Енді қараңдар, А ауылынан F ауылына бару керек. Бізде мына жақта 39 деп бергені, А мен Б-ның арасы 39 км. Яғни А мен Б-ның арасы міне 39 км. А мен С-ның арасы, А мен С-ны қиылыстырамыз 32 км. Яғни А мен Б-ның арасында асфальт бар деген сөз. 39. Сан маңызды емес, бірақ асфальт бар деген сөз. Және А мен С-ның арасында асфальт бар деген сөз. А мен С-ның арасында асфальт бар, саны маңызды емес. Одан кейін мына жақта міне 39 мен 32 астында тұр. Тек біз үстіне қарап шығара берейік. Мына тек-пешектердің үстіне қарап шығара береміз. Мына жақта Б мен Е-ның арасы 27. Міне Б-ны былай сызып келем. Міне Б-ны былай сызып келем. Е-ны былай сыздым. Сол кезде екеуінің арасы 27 екен. Б мен Е-ның арасында, значит, асфальт бар. Б мен Е-ның арасында асфальт бар. Одан кейін С мен Д-ның арасы 21. Екеуі де қиылысып тұр, С мен Д-ның арасы да асфальт бар. Одан кейін С мен Е-ның арасында асфальт бар. Е-ның арасында асфальт бар. Одан кейін С мен Е, С мен F. С мен F-тің арасында асфальт бар екен. Осын бірінші біліп аламыз. Одан кейін Д мен F-тің арасында асфальт бар. F-тің арасында. Одан кейін Е мен F-тің арасында асфальт бар екен. Түсінікті? Енді не істейміз? Біз А деген точкадан шықтық. Біз А ауылынан деп айтамыз. А ауылынан шықтық. Біз Адан қай жаққа бара аламыз? Асфальт бізде А ауылынан Б ауылына, одан кейін С ауылына ғана бармын. Мына жақта көріп тұрсыңдар.
Біз А ауылынан Б ауылына бара аламыз, немесе С ауылына бара аламыз. Және деп айтайық, немесе емес. Осы екі ауылға бара аламыз. Түсінікті? Енді не істейміз? Осылардан ары қарай кетуіміз керек. Біздің мақсатымыз F ауылына жету. Біз А ауылынан бірден бит F ауылына бит кете алмаймыз. Неге? Өйткені ол жақта асфальт жоқ. Түсінікті ме? Айналып барамыз. Біз жол жоқ жермен жүре алмаймыз ғой. Осылай ойлаймыз. Ағайын яқ болып кетті демеңдер енді. Енді қараңдар, Б ауылынан қайқа бара аламын мен? Б ауылынан, мына жақта айтып тұр, Е ауылына бара аласың дейді. Б ауылынан Е ауылына бара аласың, міне. Так. Б ауылынан Е ауылына бара аласың, міне. Одан кейін тағы ешқайда бара алмайды екен. Б ауылынан С, Д-ға бара алмайды екен. Б, С, Б, Д деген жоқ, Енді С ауылынан бара аламын мен Д ауылына, Д ауылына. Одан кейін С ауылынан мен бара аламын Е ауылына. Одан кейін бара аламын мен F ауылына. Сонда мен А ауылынан шығып С ауылына барам, С ауылынан F ауылына барам. Сонда А, С, F деген бір жол шығады. А, С, F деген бір жол шығады. Одан кейін мен енді А ауылына бардым, Б ауылына бардым, Б ауылынан Е ауылына бардым, Е ауылынан мен F ауылына бара аламын. Түсінікті ме? F ауылына бара аламын. Және А ауылынан С ауылына бардым, С ауылынан Е ауылына бардым, Е ауылынан F ауылына бара аламын. Сонда А, С, Е, F деп жаза аламын. Және А, Б, Е, F. А, Б, Е, F. Түсініксіз болып отыр ма? Қазір түсіндіремін, тағы айтып өтем тағы да. Үшіншісі, енді мен С ауылына бардым, А ауылынан С ауылына бардым, С ауылынан Д ауылына бардым, Д ауылынан мен Е ауылына бара аламын ба? F ауылына деген, міне. Мына жақта тұр, F ауылына бара аласың дейді, ол жақта асфальт бар дейді. Білмеймін, мынандай асфальт бар, міне. Түсінікті ма? Сонда А, С, Д, F. DF. Осындай 4 жол шықты. 1, 2, 3, 4 жол. Біз әр ауылдан бір реттен өттік. Нормально. 4 деген жауап мына жақта білмеймін. С нұсқасы, Д нұсқасы, Е нұсқасы үшеуінің біреуі. 4 деген жауап болуы керек. Қараңдар. Оқушыларынан жолдарын сызып тастайыншы, шатасып кетесіңдер. Мен жазып алдым, мына кестеге қарап, кестені түсіндіріп өттім. Не болып тұрғанын кестеде барлығын айттым. Немененің арасында асфальт бар екен, айналдырып қараңдар. Енді қараңдар. А мен Б-ның, А мен С-ның мынаның араларында асфальт бар. Яғни С-дан Д-ға бара аламын, С-дан Е-ге, С-дан F-ге бара аламын. Д-дан F-ге бара аламын, Е-ден F-ге бара аламын. Осылар түсінікті ғой, мына жерде қанша жол бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жол бар. 8 жол бар бізде. Асфальт барады, 8 жол асфальт. Яғни біз мына ауылдар бір жолдың бойында тұрған жоқ, бүйтіп өте салатын. Түсініп отырсыңдар ма? Бұл ауылдар шет-шетте тұруы мүмкін, білмеймін ғой, Қазақстан ба, қаяқ. Сондықтан А ауылынан шығып, мен екі ауылға бара аламын. Біреуі Б ауылы, біреуі С ауылы. Енді мен Б ауылына бардым деп есептейін, Б ауылына бардым деп есептейін, бірақ жағдайды қарастырайын. Енді мен Б ауылынан ары қарай асфальт мені Е ауылына ғана апара алады. Бірақ ауылға апарады ол. Е ауылы міне мына жақта тұр. Е ауылына бардым Б ауылынан шығып. Енді Е ауылынан ары қарай F ауылына асфальт бар екен, былай жетіп ала салам. Сол кезде А, Б, Е, F деп осылай жүрдім. А, Б, Е, F деген мін тұр мына жақта. Осылай бардым деп есептейік, бір жол. Енді мен А нүктесінен шығып, Б қаласы А ауылынан шығып, Б ауылына емес, С ауылына барайын. С ауылына барсам, мен ар жақта жолым көп екен. Маршрут деп айтады, маршруттар көп екен ар жақта. Так, неғым жасылмен жазайыншы. С ауылына бардым. С ауылынан менде Д ауылына жол бар, Е ауылына жол бар, F ауылына жол бар. Маған F-ке бар керек. F-ке зу деп кетіп қала аламын. Сол кезде А, С, F деп тағы бір жол шығады. Ол мін мына жақта тұр. Мынау бірінші А, С, F деген мін тұр. Сол тағы бір бізде әдіс. Одан кейін мен С ауылынан шығып, енді F-ке бармайын. Е-ге барайын, Е-ге барайын. Бұл үшінші әдіс. Е-ге барам, Е-ден ары қарай F-ке жетіп ала аламын. Дұрыс па? Сонда А, С, Е, F деген ол бізде тағы бір әдіс, міне екінші тұр. Одан кейін мен С-дан шығып, енді адам С-ға бардым ғой. С-дан шығып, Е-ге емес Д-ға барып көрейін. Д-ға барсам, мен ары қарай тағы жүре аламын. С-дан Д-ға барам, Д-дан F-ке бара аламын. Мен F-ке бара аласың деп тұрмын мына жақта. Мына жақтан Д-дан F-ке бара аламын. Мынандай жол ма білмеймін, осындай жол шығар может. Сонда А-дан шығып, С-ға бардым, С-дан Д-ға бардым, Д-дан F-ке бардым. Тағы бір әдіс А, С, Д, F деген. Сонда общий барлығын қосқан кезде 4 әдіс шығады екен. Жауабы 4. С, Д, Е нұсқаларының біреуі.
Түсінікті ма оқушылар? Түсінікті деп ойлаймын мен мына түсіндірістен кейін. Так, 15-ші есеп. Суретте ауданы 96-ға тең параллелограмм пішінді кафель бөлігі кескінделген дейді. Боялған бөліктің ауданын табыңыз дейді. Параллелограмм дегеннің ережесі бар, мынандай қараңдар. Тіліміз келмей өлетін болдық қой. Мынандай ереже бар параллелограммда. Мына диагоналдармен қисақ. Осы диагоналдармен қидық. Мынау барлығын ауданы тең. Түсінікті ғой? Яғни мына жерде біз диагоналдармен қиғанбыз. Мынаның ауданы тең. Түсінікті ма? Барлығы 96 болса, 96-ны 4-ке бөлсе қанша шығады? Так, 24 шығады. Келісесіңдер ма? 24 шығады. Сонда мынаның әр бөлігі 24 екен. Әр бөлігі емес, мынау 4-тен бірі. Мынау 24. Так, мына жақта қызыл керек қойдым, или сары керек па? Так, мынау 24. Сарымен көрінбейді. Мынау 24, мынау 24, мынау 24. Бізге мына 24-тің жартысын беріп тұр. Түсініп отырсыздар ма? Мынаның қараңдар. Так, қалай қиған мына жерде? Так, 4 бұрыштарға бөлген параллелограммды. Бұлай кеткен. В общем, бұлай кеткен деп қой. Мына диагоналдармен бөлген, иә. Одан бұлай кеткен, міне, ойын аяқтан жасасам болады екен ғой. Міне. Сонда бізде мынау 24-ке тең осы мін, домалақ. 3 бұрыш, мына жерім қызылмен қоршап жатырмын. 24-ке тең. Соның жартысы боялған. Жартысы қанша? 12. Демек, мына жеріміз бізде 12-ке тең екен. Кафель кескінделген, боялған бөліктің ауданы табыңыз 12 болады. 12 общем. 12 деп жазасыңдар. Мына қиып тастаппын, кешірім сұрайын. Так, бастысы бұл жерде вариант емес, құрметті оқушылар. Бастысы есептің табиғатын түсіндіру, барлығымыз сол үшін жиналып отырдық мына видео көріп отқандар сендерге жалынды сәлем. Жауабы 12 болды. Келесі 16-шы есеп. Қыры 9 метр текше берілген. Осы текшенің қырларын тең 3 бөліктерге бөліп, пайда болған текшелерді бір бағанға тұрғызды. Сол бағанның биіктігін табыңыз. Қараңдар. Қыры деген мынаумын. Сол 9-ға тең екен. Мынау 3, мынау 3, мынау 3, мынау 3-ке тең, мынау 3-ке тең, мынау да 3-ке тең. Келісесіңдер ғой, келісесіңдер. Енді бізде бір кубик, кішкентай кубиктің, яғни білесіңдер ма, кубик рубик дейді, лақтырып қалсаң шашылып қалушы еді ғой, ішінің бәрі шашылып. Сол бір кубиктің биіктігі 3 метр екен. Дәу кубик қой, көріп тұрсыңдар ма? Енді сол кубиктарды біз бөліп тастасақ, бұл жерде бірінші сұрақ қоямыз. Бізде қанша сонда кішкентай кубиктар бар? Мынаны бізде бөліп тастаймыз. Мына аяғынан бүйтіп бөліп тастайық, бүйтіп ашып қолмен. Одан мына аяқтан бүйтіп ашып қолмен бөліп тастайық. Мына жақта 9 кубик рубик тұр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Енді қараңдар, 9 кубик рубик. Ол мынамен мынау бірдей, көкпен мына қызыл бірдей. Ақпен ақ, көк, қызыл үшеуі бір шашылса, бір 4 бұрыштың құрамында кетеді, кішкентай кусок. Енді мынау бізде бір бөлігі, ол 9 болса, тағы 3 бөлік бар. Мына ортасы бар, одан мына шеті бар. Сонда 9 көбейтілген 3 тең 27 кубик рубик пайда болады бізде, кішкентай кусоктар. Келісесіңдер ғой? Бұны біз кейбіреулер не істейді, мына жерде 6-ға көбейтеді 9-ды, 9-ды 6-ға көбейтеді. Ол қате. 9-ды 6-ға көбейтпейсіңдер, 27 көбейтесіңдер. Өйткені мынамен мынау барлығы бір ненің 4 бұрыштың бойында кетеді. Енді сол 27-ні бір-бірінің үстіне қойған кезде бізде қанша кубик рубик болады? 27 кубик рубик болады, Енді оның біреуінің биіктігі 3 метр. Сонда 27-ні 3-ке көбейтсек, бізде 81 метр шығады екен. Ана құраған бағанымыз 81 метр болады екен сонда. Мынау мүмкін емес, енді мынау өтірік жасаған сантиметрмен айтса болатын еді. Шаршап кеткен, 81 метр дегенің қандай ұзын, сонда. Қиын емес. Қыры деген сондағы мына жер ғой. Мына жер. Так, бұл түсінікті. Ең нұсқасы болды. Шығардық. 16 есепте 17-ші есеп. Оқушылар дене шынықтыру сабағында 100 метрге жүгіруден сынақ тапсырды. Айбар орташа уақыттан қанша секундқа кеш келгенін табыңыз дейді. Айбар деген орташа уақыт деген барлығын қосамыз, солардың санына бөлеміз. 18-де 3 плюс 14-де 5 плюс 12-де 3 плюс 11-де 5. Мен орташасын тауып жатырмын. Плюс 13-де 1. 13-де 7-де қосасылар. Енді қараңдар. 18-де 3 пен 13-де 7-ні қосқан кезде қанша шығады? 20, 31,
32 шығады. Мына екеуін қосқан кезде 32 шықты. 32. Осылай мына 0,3 пен 0,7 болса, солай қоса салуға болады. 14,5 пен 11,5 қоссақ, 14-ке 11-ді қоссаңдар 25, 26 болады сонда. 26. Мына екеуін қосып тастадық. Енді 12,3 пен 13,1 қосқан кезде бізде 25,4. Барлығын бөлу керек қаншаға? 6-дан қоссы 6-ға бөлеміз. Енді мына жақта барлығын қосқан кезде 32-ке 26-ны қосамыз, 58. Оған қосамыз 25,4-ті. Барлығын бөлеміз 6-ға. Так, 80,83,4 шығу керек. Бөлеміз 6-ға. Так, 83,4-ті 6-ға бөлу керек екен. Бөлейік. Так, 83,4-ті бөлеміз 6-ға. 1, 6, 2, 23. 23-ті 6-ға бөлсек бізде 4-тен берсем, так, 3-тен берсем 18. 18, 5, 54. 54-ті 6-ға бөліп тастасақ, бізде шығады. Бүтін пайда болады 9. 13,9 екен сонда. Енді қараңдар. Орташа ұпай бізде, орташа уақыт 13,9. Яғни 100 метрден барлығы 13,9 секундта жүгіріп өтті деп есептесек болады екен. Енді бізде не дейді? Айбар орташа уақыттан қанша секундқа кеш келгенін табыңыз. Айбар 18-де 3 секундта келген. Яғни 18-де 3-тен азайтамыз 13,9-ды. Так, 183-тен 139 айтасылар. 13-тен 9 айтса 4, 7-тен 3 айтса 4, 44, 4,4. 4,4 секунд ең нұсқасы болады екен. Келесі 18-ші есеп. Қорапта 5 көк, 4 ақ және 6 сары түсті шар бар. Оларды араластырып, қарамай алынған шардың әр түрінен міндетті түрде 2-2-ден болу үшін, яғни 2 ақ, 2 көк, 2 сары болу керек міндетті түрде. Кем дегенде неше шар алу керек дейді. Қараңдар. Біз бұндай кезде неудачник санаймыз. Шар суыру керек болса, біз өзімізді неудачник санаймыз. Түсінікті? Біз сәтсіздікке ұшыраған адам санаймыз. Бірден аламыз, көп аламыз біз бірден. Енді біз көбінен аламыз. Сарыдан 6 алып тастадық. Көп жағдай керек та бізге, түсінікті ме? Ең жолымыз болмаған жағдайды аламыз, ең нашар деген. 6 сарыны алып тастадық. Бізде 2 сары бар қолымызда. Одан кейін 5 көкті алып тастайық. 11 болды ма? Енді 4 ақ қалды. Ең кішісі қалу керек та бізде. Ең кіші сандағы шарлар қалу керек. Ең кіші сандағы түсті шарлар қалу керек. Түсінікті ма? Саны ең кіші түсті шарлар қалу керек. Енді қараңдар. 6 сарыны алдым, 5 көкті алдым, 11 шар алдым ба? Одан кейін маған енді 2 шар алсам 4 ақ қалды. Енді алсам мен ақты ала беремін, түсінікті ма? 6 сары, 5 көк, сонда 11 алдым, одан кейін 2 шар алам, 13 болады жауап сонда. Бұл нұсқасы. Түсіндіре алдым деп ойлаймын енді осы қысқа уақытта. Келесі. 19-ші есеп. Суреттегі кіші дөңгелектің ауданы 12-ге тең. Үлкен дөңгелектің ауданы табыңыз. Үлкен дөңгелектің ауданы тап дейді. Төркөздің қабырғасы 1-ге тең. Мына жер 1-ге тең. Қараңдар, шеңбердің ауданын табу формуласы бізде πr квадрат. Бұны білетін шығарсыңдар. Енді s тең. Мына жақта бізде π берілмеген. Соның бәленің бәрі сол жерде есептегі. Енді r квадрат, r бізде радиус 1-ге тең. Мына жақта торкөздің қабырғасы 1-ге тең деді. 1-дің квадраты 1, ол π көбейтілген 1 болып қала береді. Сонда s тең π екен. Мына кішкентай шеңбердің ауданы бізде π екен сонда. Енді қараңдар. Ол суреттегі кіші дөңгелектің ауданы 12-ге тең дейді. Осы бізде 12-ге тең екен. Яғни π-міз бізде 12-ге тең екен. Негізі ол 3,4-ге тең. Біздің есепте 12 деп берген, түсінікті ма? Бәленің бәрі сол жерде. Енді бізде үлкен торкөздің қабырғасын ауданын табу үшін үлкен шеңбердің. Тағы сол s тең πr квадрат пайдаланамыз. Бірақ бізде радиус бұл жерде 3-ге тең. Радиус 3-ге тең. S тең, π-міз бізде 12-ге тең, 12 деп жазам. R-міз бізде радиус 3-ге тең, 3-тің квадраты 9. Сонда 9 12-ге көбейткен кезде 90, 90, 18 болсамыз 108. Жауап 108. Түсінікті деп ойлаймын. Мына жақта тағы бір айта кететін нәрсе, егер де боялған бөліктің ауданы тап десе, бізде мына 108-ді, яғни бүкіл шеңбердің ауданы ғой 108 дегеніміз. Сол 108-ден азайтатын ек кішкентай шеңбердің ауданы. Сол кезде 108 минус 12 96 деп белгілейтін ек. 96 деген жауап жоқ. Мына жақта өйткені боялған деген жауапта жоқ. Есептің берілгенде боялған деген сөз де жоқ. Мына жақта үлкен дөңгелектің ауданын табыңыз деп қойған болды. Жауап сын нұсқасы, осының сөзінің қысқасы. Келесі.
тіктөртбұрышты ABCD тақтайшасынан суретте көрсетілгендей фигура қиып алынды. ABCD тіктөртбұрышының периметрі 42 см дейді. Периметр 42. Енді егер BE есі 3-тің 2-ке қатынасындай 3x деп қойсақ болады, мынаны 2x деп қойсақ болады. Қатынасты x деп белгілей бересіңдер. Және ESDK, қаяқта ESDK шаршы болса, мынау шаршы екен. Значит, қабырғалар бірдей. Шаршы болса, онда тақтайшаның қалған бөлігінің қарамен боялған ауданын табыңыз. Яғни қарамен боялған бүкілін тап дейді. Енді 2x деп тұр мына жері, оның қабырғасы бірдей, мына жермен бірдей. Мына жерде 2x болады. Мына жерде 2x болады. Так, мына жақта сарымен жазайықшы. Мына жердің бәрі 2x, 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 мына жер 3x. Қараңдар, енді мына жер 3x болса, тура соның асты мына жақта 3x болады. Келісесіңдер ма? Мына жақ 2x болады. Енді мынау параллель жатыр ғой, бір-біріне. Тіктөртбұрыш болғандықтан бір-бірімен тең. Енді қараңдар. Мынаның x-тарын бәрін қоссақ 42-ке тең деп жазамыз. Сөйтіп сол жеріне x тауып аламыз да, мына жақтың қабырғаларын белгілеп шығарамыз. Мына жақтағы барлық x-тарды қосатын болсақ, периметрін тапқан кезде қараңдар, 2x, мына жақта барлығы 6-ға тең. 6-ға 6-ны қосамыз 12, 12-ні қосамыз 14. Сонда 14x болады. Так, мына сары көрінбейді. 14x тең екен 42-ке. X тең 42-ні 14-ке бөлген кезде 3 шығады. X-іміз 3-ке тең. Енді не істейміз? Қараңдар. Мына жақтан енді 3-ті x-тің орнына қоямыз. Мына жақ сонда 6-ға тең болады. Так, мынау вообще көрінбейді екен ғой. Мына жақ сонда 6-ға тең болады. Мына жақ 6-ға тең. Так, қызылды алайыншы. Мына жақ 6-ға тең, мына жақ 6-ға тең. Мына жақ енді 2-кім тоқтандар. Мына жақ 9-ға тең. Мына жағымыз 6-ға тең. Мына 3 көбейтілген 3 9-ға тең. Мына жағымыз 6-ға тең. Мына жағымыз 6-ға тең. Сонда онда тақтайшаның қалған бөлігінің қарамен боялған ауданын табыңыз. Енді мына біздің квадратымыздың ауданы алтын квадрат 36, 36. Ал мынаның ауданы сендерге параллелограмм ережесін білесіңдер, яғни тіктөртбұрыш болсын кез келген. Соны диагоналдармен қиып тастасақ былай, екі қиылған екі бөлік тең болады өзара. Яғни мен тіктөртбұрыштың толық ауданын табам, соны 2-ке бөле салам. Сол кезде мен боялған қара ауданы шығады. Соны 36-ға қосам, сөйтіп есептің жауабын белгілеймін. Алгоритм түсінікті. Енді мына жақта 9, мынаның ұзындығы тіктөртбұрыштың, ал ені 6. 9 жердегі 6 54. 54-тің жартысын табу керек маған. Мынау толық 54 деп тұр. 54-тің жартысы 27. Сонда менің мына жерім 27, мына жерім 27. Бірақ маған төбесі керек емес. Боялғанын ғана тап деп тұр. Яғни 27 плюс 36. Екеуін қосамыз 50, 63. А нұсқасында тұр екен 63, А нұсқасы. Түсінікті ғой оқушылар, бұл нағыз ұбт-ның есептері 20 есеп. Енді кішкене есептер қазір жаз ғой деп шешініп кішкене шортик футбол киіп келген. Байқадыңдар ма есептер? Әйтпесе шығарып жүрген есептерің сол. Ешқандай қиындығы жоқ. Бір шолып өтейін. Барлығы да айдан келген есеп емес барлығы. Сәл-сәл ойланып жүрсеңдер болды. 20 балл қалтада. Мына жердегі мен сендерге күрделі деп айтатын есептерім. Мынау 10-шы есеп. Одан кейін 14-ші есеп. Так, 16-шы есеп келіп жүр, 14, 10, 14, одан кейін мына жақта 15 түсінікті. 10, 14, одан кейін мына жақта 20-да келіп жүр негізі қатынасқа байланысты есеп қой. 10 мен 14 қана екі-ақ есеп, кішкенде жаңадан келген есеп осы екеу-ақ. Берілген түсінбей қалам деген. 14-те берілген түсінбей қалуға болады. 10-шы есепте, 10-шы есепте айдан келген есеп емес. Сонымен бүгінгі талдауымыз аяқталды. Егерде тағы есептер шығарыңыз десеңдер, YouTube-тан Даму математика деген каналды бақылап жүріңдер. Подписаться етіңдер және мені күтіңдер, сояқтан. Тағы есептер шығарам. Бүгін немесе бүгін 20 маусым, 21 маусым, 22 маусым аралықтарында осы кезде шығарам. Егер сен 22-сі, 23-ші сол аралықта тапсыратын болсаң, сол каналға міндетті түрде жазыл. Осы жаққа мен көп есептер шығарам атсауыттылықтан тағы да. Математикадан да шығарып қалам. Содан кейін 2020 жылғы түлектердің құлағына алтын сырға осы каналды бақылап жүріңдер. Алдағы уақытта видеолар шығарам, қалай дұрыс дайындалу керек, сол жайында және тағы материалдар болады. Курс болып жатыр. Курсқа жазылғыларың келсе, осы
ютубтан мәліметтер ала аласыңдар. Осы ютубқа жазылып қойыңдар және колокольчик басып қойыңдар. Сол кезде ютуб өз сендерге мен жаңадан салған видеоларымды жіберіп отырады. Кім оқығысы келеді, кім ынталандырғысы келеді, 10 сынып оқып жүргендер келесі жылы қазіргі түлектердің кешкен күйін кешіп қалғысы келмейтіндер қазірден бастап дайындықты бастаңдар. Онлайн мен интернет бар қазір. Интернет қолданыңдар. Түсінікті? Ешқандай да сылтау айтпайсыңдар. Мұғалім нашар, анау мынау деген әңгіме жоқ. Әр алған нәтижелерің өздеріңе байланысты толықтай. Ендеше сау болыңдар. Бұл Асқарлы Әбдімұхамед деген ағайларының математикалық сауаттылықтан 20 есеп толық талдаған сабағы 42 минутқа дейін созылып кетті. Енді әр есепке жеке-жеке тоқталып өттім. Өздерің көріңдер және комментарий жазыңдар, бағана каналға жазылыңдар. Даму математика. Түсінікті? Түсінікті. Ендеше сау болыңдар. Ертеңгі ұбт-да тапсыратындар барлықтарыңа сәттілік, өздерінің білім деңгейлеріңді жақсылап тұрып көрсетіңдер. Қазақстанның бір белді маманы, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп Абай атамыз айтпақшы, өздерінің керек жерлеріңе барып, орналасып, жақсы маман болуларыңды нәсіп етсін дей келе өздеріңмен бірге қоштасамын. Сау болыңдар.